Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Каналға қош келдіңіздер. Тіркелмеген болсаңыз тіркеле кетсеңіз. Ақ пен қара. Абай атамыз баласы Әбдірахманды сынау үшін ақ түс жақсы ма, жоқ әлде қара түс жақсы ма деп сұрапты. Әбдірахман ақ түс жақсы дегенде, Абай атамыз оған қарсы шығып, қара түс жақсы, адам баласы қайратты, күшті, қуатты кезінде шашы қара болады. Жас баланың шашы ағарып кетсе, онда әсемдіктен, әдеміліктен белгі де қалмайды. Ақ қағазға да хат қара сиямен түседі. Адам баласы өзі арақ тұтқан қадірлі затын көзінің қарашығындай сақтайды. Сондықтан қара түс жақсы деген ыңғайда әңгіме айтады. Сонда Әбдірахман: сіз оны қалай білдіңіз деп сұрайды. Абай атамыз: мен оны ақылмен, миыммен, санаммен білдім дейді. Әбдірахман: сіз сол ақыл ой мен санаңыздың түсі қандай деп ойлайсыз дегенде, Абай атамыз: ақ қой, ақ деп күлген екен. Ақ пен қара, мәңгілік текетірес. Аңыз әңгіме ертегілерде қара ылғи басымдыққа ие болып келеді де, соңғы сәтте әйтеуір жеңіс тұғырына көтеріледі. Мән берсек, адам баласы да осындай текетіресті, қайшылықты өмірді кешеді. Сол арпалыспен өмірде соңғы межеге таяйды. Өмір атты майданнан таяғына сүйенген қария ілбей басып шығып келе жатады. Бойында әлде күш те, қуат та қалмаған, бірақ сақал шашы әппақ. Демек ол өмір майданында жеңіске жетті. Қарадан ақтың үстем тұратынын дәлелдеді. Сондықтан ол ағарған шаш пен сақал Алла алдында да қадірлі. Соған орай дінімізде қарттарды құрметтеуге барынша мән беріледі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: жас адам бір қарттың жасына қарап құрмет көрсетсе, оның жасына барғанда Алла тағала оған да жастарды құрмет еттіреді деген. Сондай-ақ хадис шарифтерде: үлкендерін құрметтемеген, кішілерге мейірім етпеген адам бізден емес. Қарттарға құрмет және сияпат Алла тағалаға деген құрметтен. Мұсылман әлсіздерге, ауруларға, кәрілерге және кішілерге мейірім етеді делінеді. Алайда қарттыққа жасалар құрметсе, оның дәрежесі мен байлығы қаперге алынбауы тиіс. Ондай алалау соңы Алла тарапынан лағнеттелуге ұласып кетуі мүмкін. Сондықтан дінімізде жасы келген адамға оның кім болғанына қарамастан құрмет көрсетіледі. Бірде Жалаладдин Руми хазіреті өзінен сұхбат тыңдауға келген бір жас жігіттің қарт кісіден жоғары шығып отырғанын көреді. Әйтсе де оған ешнәрсе демей, мына бір оқиғаны баян етеді. Бірде хазіреті Али намазға асығып келе жатса, алдында бір христиан қария ілбиіп басып кетіп бара жатыр екен. Хазіреті Али оның жасын сыйлап озып кетпестен соңынан ілеседі. Сол себепті намазға кешігеді. Алайда Жәбірейіл періште пайғамбарымызға бірінші бастағы рухыға тұрған кезі создыртып, Хазіреті Әлиді намазға үлгертеді деп, жас үлкендерге олардың ұстанған дініне қарамастан құрмет көрсету қажеттілігін түсіндіргенде, әлгі жігіт өзінің ағаттыққа бой алдырғанын біліп, қарияның төмен жағына барып отырады. Бізде қарттарымызды қазына көріп құрметтейміз. Біздің ақ шашты күміске балайтынымыз бар. Шынтуайында келгенде ол нұр ғой, Алланың нұры. Қарттардың қазына болатындығы сондықтан. Алла нұрдың материалдық көрінісінің өзін құрмет биігіне көтереді. Ал ішкі әлемі, жүрегі нұрланғандар жасына жетпей-ақ әлгі қарттар қатарында төрден орын алады. Тек қарттық қадірін түсінбей, шашымызды өмірін босқа өткізген кей шалдар секілді күнге ағартып алмасақ болды. Каналға тіркеліп, өз пікіріңізді қалдыра кетіңіз.